Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Фариза бүгін осындай керемет шығыс тағамы думуляма дайындайтын боламыз. Міндетті түрде жасауға кеңес етем, рецепт өте керемет болып шығады. Барлық керек заттардың барлығын описанияға толық қалдыратын болам. Көкөністерімізді осылай домалақ пішінге келтіріп турап аламыз. Содан соң етке келетін болсақ, менде осындай қабырға пайдаланып жатырмын. Сізде қандай ет бар, соны пайдалана берсеңіз болады. Кез келген тұз, паприка, қара бұрыш, сарымсақ және лавр жапырағын пайдаланам дәмдеуішке. Қызып тұрған қазанымыздың үстіне сұйық майымызды құямыз, жақсылап қыздырамыз. Ең бірінші біз осылай еттерімізді салатын боламыз. Барлығын салып болғаннан кейін жаңағы домалақ тәрізді етіп тураған пияздарымызды осының үстіне толығымен салатын боламыз. Және де біздің дәмдеуіштерімізді жақсылап барлығын араластырып жібереміз. Барлық көкөністерді салған кезде ара-арасына дәмдеуіштерді сеуіп тұруды ұмытпаңыз. Егер сізде паприка болмаса, оның орнына кристаллик пайдалансаңыз болады. Және бір ас қасық томатқа 2 ас қасық су құйып, араластырып құйып жіберсеңіз болады. Осылай тазаланған орташа көлемдегі картоптарымызды саламыз. Содан соң осының үстіне сәбіздерімізді салатын боламыз. Енді бізде қалып тұрған тәтті бұрыш, оны да осының үстіне бірден салатын боламыз. Егер сізде тәтті бұрыш болмаса, салмасаңыз да болады. Барлығын орналастырғаннан кейін, салғаннан кейін, бағанағы дәмдеуішімізден тағы да осылай сеуіп шығатын боламыз. Әр көкөністің өзіне тән тағамға беретін ерекше дәмі болады. Соның бірі қызанақ. Осылай ірілеу қылып туралған қызанақтарды салып шығамыз. Сізде езілген түріп болса, оны да пайдалансаңыз болады. Ендігі көкөніс бізде орам жапырақ. Осындай орам жапырақ бізге жеткілікті. Ірі бөлшектерге бөлмес бұрын қазаныңыздың бетін жабатындай, картопты жабатындай қылып, бөлек әдемі қылып алып алыңыз. Содан соң осылай ірі қылып бөліп қазанға салатын боламыз. Енді осының үстіне лавр жапырағын саламыз. Және де жаңағы қалған біздің дәмдеуіштерімізді үстіне салып жібереміз. Бізде орам жапырақ жаңағы тұзды тез сіңеді бойына. Тұзы жоқ сияқты болып қалмасы үшін осылай әдемі қылып сепсеңіз болады. Енді 2 дана сарымсақты бүтіндей салсаңыз да болады. Осылай майда қылып турап салып жіберсеңіз де болады. Ендігі кезек бізде аскөк тағамға ерекше дәм береді. Осылай ірі қылып салыңыз, алып тастауға оңай қылып. Неге салып болғаннан кейін жаңағы бөлек алып қалған, осылай жабуға ыңғайлы қылып алып қалған орам жапырағыңызды толығымен қазаныңызды жауып шығасыз. Неге жауып болғаннан кейін қақпағын жауып, ауа шықпайтындай етіп, астын баяу қойып, 1 сағатқа қойып пісіретін боласыз. Өте керемет болып шығады. Ешқандай шикі болып, асты жабысып, ондай болмайды. Сол себепті уайымдамасаңыз болады. Өте керемет болып шығады. Бір жасағаннан әдемі болып шығады. Үй ішіңізге, яғни отбасыңызға барлығына ұнайтынына сенімдімін. Неге орам жапырақтарыңызды табағыңыздың астына бірінші орналастырыңыз. Содан соң картоптарыңызды бірінші осылай орналастырып аласыз. Ендігі кезекте бізде ет және де қалған көкөністеріңізді осылай әдемі қылып салып ұсынсаңыз да болады. Үстіне аскөк турап, көкжуа турап әдемі қылып берсеңіз болады. Ас болсын, сіздермен Фариза міндетті түрде жасауға кеңес етемін. Өте керемет болып шығады. Менің каналыма тіркеліп қойыңыз. Және де лайк басыңыз, ас болсын.